Ығырымыз шығып кетті. Актер Жүсіп Ақшора блогер келінін жылатып қойды. Әлеуметтік желіде отбасылық вайн түсіріп, танымал болған Ақшораевтар әулетінің келіні Динара Сайлаубайқызының жұлдызды қайнатасы жылатып қойды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Келінім маған пранк жасап еді. Енді мен оған пранктың қандай екенін көрсетейін, деп жазды актер. Ол шай дайындап жүрген келініне шүйлікті. Шайың неге қайнамай кетті? Қашан қайнайды? Тасбақаға жүн шыққанда ма? Осы келін айналайын, блогерлікті қойшы. Ығырымыз шығып кетті. Бір емес, екі емес. Күніге сол, адамды шаршатып. Елдің әңгімесі анау, артымыздан неше түрлі сөз айтып жатыр. Өзің қатырамын. Әдемі болады деп айтып едің. Енді бөтен біреулердің әңгімесін естіп жүрміз, деп қатты ашуланған кейіп танытады актер. Атасының әзілін түсінбей қалған келін көз жасына ерік берді. Кейін Жүсіп Ақшора мұның пранк екенін айтып, келіннің алдында билеп жібереді. Жүрегім қатты соғып, жылап жібердім ғой. Атам бұрын бұлай ұрыспаған ғой. Әлі жаман болып жүрмін. Атамның маған пранк жасап тұрғанын білсем, мен де ойнатып жіберер едім. Жауабы қатты болды. Шын сеніп қалдым. Енді мен атама қандай жауап қайтарсам екен? Идея болса айта отырыңыздар, деп оқырманнан көмек сұрады блогер келін. Ақшораевтар әулетінің отбасылық вайндары көпке үлгі әрі күлкі сыйлап жүргені рас. Оны жоққа шығара алмаймыз. Бірақ бұл жолы әзіл сәл шектен шығып кеткен сияқты. Жұлдызды қайнатасы Жүсіп Ақшораның ашулы рөліне келіні Динара шынымен сеніп, көңіліне алып қалғаны өмірдегі шынайы эмоцияның көрінісі. Бүгінде пранк, әзіл, вайндар арқылы танымал болған бұл әулет қазақ отбасыларының заманауи бейнесі. Бірақ кез келген әзілдің де шегі болуы керек. Әсіресе ата мен келін арасындағы қатынас нәзік байланыс. Динараның жылап жіберуі оның атасына деген шынайы сыйластығы мен көңілшектігін көрсетіп тұр деп ойлаймын. Ал Жүсіп Ақшораның ұрыстан кейінгі биі мен күліп жіберуі бұл жанжал емес, нағыз отбасылық түсіністік екенін дәлелдеді. Мұндайда әзілде, ашуда тәрбиенің бір бөлігіне айналып кетуі мүмкін. Келіні енді қандай жауап қайтарайын деп оқырманнан кеңес сұрап жатыр екен. Бұл да отбасылық махаббат пен әзілдің бір-біріне ұласқан жарқын көрінісі. Көрермен ретінде бізге тек жылы жымиып, бәрі жақсы болсын деу ғана қалады.